Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі керемет болып шығатын кокос печеньесін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, қант ұнтағы, жұмыртқа және жұмыртқаның сарысы, кокос ұнтағы, илегіштен өткізілген ұн, қопсытқыш қажет болады. Ингредиенттердің өлшем мөлшері төменде описаниеде жазылған. Мұнда жұмыртқаның көлеміне қарай кішкене артық қосуларыңыз мүмкін. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Содан кейін домалақ формаға келтіріп, печенье жасап, жұмыртқаның ақ уызына малып, сосын кокос ұнтағына батырамыз. Тағы да бір рет қайталап көрсетіп жіберейін. Дайын болған печеньемізді пергамент қағазы төселген противеньге салып, 170 градуста қызып тұрған пешке салып, 20-25 минут пісіреміз. Міне, кокос қосылған печеньеміз дайын болды. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Алдада рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.